Ассалаумағалейкум. Үй жағдайында қарапайым заттармен осындай кереметтей найзаны жасап көрсететін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін қараймыз. Алдымен бізге осындай темір қажет болады. 3 бұрышты және де домалақ тұрба. Тұрбаның ұзындығы 25 см, 3 бұрышты теміріміздің ұзындығы 10 см. Ең алдымен осы 3 бұрышты темірімізді тұрбаға отырғызу үшін орнын болгаркамен кесіп алатын боламыз. Мендегі 3 бұрышты темірдің қалыңдығы 1 см, кез келген осындай 3 бұрышты темір бола береді. Тұрбаны кесетін кезде екі жағын кесеміз. Үстіндегі 3 бұрышты темір мықтап отыру үшін. Мінекей осылай кесіп алдық. Осылай кіргіземіз. Енді келесі кезекте тұрбаның басын 3 жағын 3 бұрышты темірге байланыстыру үшін 3 бұрышты кесіп алатын боламыз. Мінекей осылай сызып аламыз. Содан соң болгаркамен кесетін боламыз. Мінекей осылай кесіп алдық. Өзіміз қалағандай формада шығардық. Енді келесі кезекте бір-бірін сваркамен байланыстырамыз. Екі жағын мықтап әдемілеп сваркалаймыз. Мінекей біз сваркалап алдық. Енді теміріміздегі артықшылықтарды осылай алып тастаймыз. Және де міне осылай сваркаленіп әдемі болып шықты. Енді келесі кезекте сыртын әсемдейтін боламыз. Болгарканың басына қалың тасты салып, осылай жаймендеп сыртындағы артық заттарды алып тастай береміз, тегістеу үшін. Осылай шлифовать етіп алдық. Найзамыздың басы әдемі шықты. Енді келесі кезекте әлде де әсемдеу үшін басын осылай жаймен тағы да шлифовать етеміз. Енді найзамыздың сабын жасаймыз. Менде осындай 4 сантиметрлік ағаш, ұзындығы 165 см. Енді осы 4 бұрышты ағашымызды домалақ кейіпке түсіреміз. Ол үшін бұрыштарын станокпен алып тастаймыз. Сабымызды станокпен домалатып алдық. Енді пышақтың көмегімен станок алмаған жерлерді әдемілеп алып наждашқылаймыз. Бірінші найзамыздың басы, яғни темір кіретін жерді осылай жіңішкертіп дайындап аламыз темір салу үшін. Сосын найзамызды осылай наждачный бумагамен тазалаймыз. Артық қырларын алып, қолға ілінетін, қыратын жерлерін бәрін наждачкамен алып тастаймыз. Содан кейін осылай найзамыздың басын жаңа дайындаған темірімізді кіргізетін боламыз. Бірінші осылай клей жабылған дұрыс. Осылай кіргіземіз. Мінекей найзамыздың негізі дайын болды. Енді келесі кезекте бұны бояуға кірісеміз. Мен
Енді бумажный скотчпен найзамыздың краскіленбейтін жерлерін осылай жабыстырып алдым ұштарын. Міне осылай бумажный скотчты өзімізге керек жерлерге жабыстырып аламыз. Сонымен қарапайым осындай қара краскамен, баллончик краскамен бояп шығатын боламыз. Менде осы жоғары жағы және найзаның төмен жағына қара красканы шаштым. Эффект өте әдемі болды. Краскілеп болған соң шамалы осылай кептіреміз. Шамада 2 сағаттай. Одан соң жаңа жабыстырған бумажный скотчтарды алып тастаймыз. Бумажный скотчтан найзамызды тазалап алдық. Енді келесі кезекте менде қарапайым осындай лак, бұл баллончик. Осылай шашып аламыз. Толығымен краскілеген жерге щетка тигізбеген дұрыс, өйткені красканы лак ерітер мүмкін, жағылып жаман болып кетеді. Сондықтан осындай лакты істетсеңіздер дұрыс болады. Бұл кез келген құрылыс дүкенінен табуға болады деп ойлаймын. Видео пайдалы болды деген үміттемін. Лайк басып, комментария жазып, арнамызға тіркелуді ұмытпаңыз.